Так. Ой, жакка келип калдым мен деген, өзүм алма келип калдым го. Май мен деген ал жерде енді желікті айдап жүрмүш, иштерин караңдар. Түп мынаны. Ё-май, караңдар, дерске келик енді, бул деген айылдын келиги го, билесиңер го, короче достор. Так, мен деген буну азыр айылдын үйүнө коюп кетейин, сосын мен өзүм көлүгүм деген ан жакта калгыда, короче. Жөндөтүүгө коюп кетип едим. Эй! Достор, мынау достор, мына жерде халк эмес па, анау қазір қасына барып көрейік достор. Мына жерде халк сияқты ғой. Иш жерге тоқтайық. Анау деген ұрып жібермейм екен достор, қорқып тұрмын мына жерде деген. Тұрсын қараңдар. Чо там халк біздің ауылда не істеп жүрсің сен деген, Маған деген темір адам айтып еді, осы үйде деген осы жерде тез сатып тастауым керек. Сен не істеп жүрсің, кішкентай қыз? Үй сатып отырмын дейді. Сен мен деген ұрып жүрмейсің ба? Мына жақта үй салып алғансың ба? Базар жоқ, кеше ғана өше үй жоқ еді ана жерде деген, енді біздің ауыл ғой анау деген. Өзім білем бұл ауылды деген, өзім тұрам осы ауылда. Үй сатып отырмын дейсің ба? Мен сен ұрып жүрмеймін мен әйтеуір. Қорықпаса ұрмаймын ғой. Все болды. Сен кәдімгідей жынданып тұрған сияқтысың ғой, кәдімгідей қорқытып сенен бар емес па? Базар жоқ. Жол қорықпа, мен деген ешкімге тиіспеймін, мен деген все-таки супер героймын ғой, короче. Маған деген осы темір адам айтқан болатын, осы жерде осы үйді сатып таста деп, тез осы үйді сатып берген болатын енді. Маған қатты шаршап жыным келіп тұрған енді, осы үйді сата алмайсың ба? Мен өзім ақ сатып беремін ғой. Бұл жерде өйтіп жынданып тұра берудің қажеті жоқ. Мен өзім де сатып беремін бұл ауылды, мен өзім білемін ғой. Былай адамдар өтеді енді. Уайымдамасай не қылса. Қойшы, мен оның деген жақсы болды ғой. Онда маған сатып берші, бірақ ол үшін бар емес па бірінші. Бірақ сен мен болып алып сатуың керексің, әйтпесе болмайды. Мен күшімді алып ал, мен күшімді. Қойшы. Мен саған күшімді беремін. Серьезно? Сатып болғасын маған айтасың, короче. Қазір үйіңді қарап қайтайықшы, үй қандай екен достар. Обычный үй ғой кәдімгідей, базар жоқ, обычный үй істеп алып, мына жаққа деген андай жағатын жерлері бар, базар жоқ, телевизор. Мына үйдің ең телевизоры мықты екен, базар жоқ. Все, болды, халық не істеу керек өшім салын. Мен де халық болып кеттім. Достар, қараңдар, шынымен де мен де халық болып кеттім. Базар жоқ, қалай халық болып кеттім мен деген. Камераны қосып көрейінші қазір. Камераны жүр ғой. Камера қойылмайын. Ойбай. Достар. Жозда, мен о деген халықтың іші масқара екен о деген. Мен деген өзім алдыңғы типім деген маша болып. Мен көтіме жақсы қалды ғой, не болып кетті, қараңдар достар. Жозда, мен деген астында тұрған қалай кетті. Жарет. Өшім халық. Өшім маған деген халықтың способностарын, күштерін қолданып көру керек. Мен деген осылай жүгіре алады кем. Қандай? Жозда, мынау деген кім мынау деген? Кім бедім? Сен кімсің? Біздің ауылдан істеп жүрсің, мынау деген пойыз ба? Қалай пойыз болып қайнап кеткен ба не? Бұл ауылды босат, жасыл неме. Мен деген Томас Трейнмін мен деген. Құма, мен сен деген бұл жерден енді тоқтатып қалам, ато деген мыналар деген. Ренжіме, бірақ мен сені тоқтатып қалам, ойбай, мынау деген түрі қорқыныш деген, немене өлі, мынау деген поққа ұқсап кеткен бір пойыз. Атын айтсам Томас дейді ғой, Томас деп бір, мынау деген жемен жүгіреді екен, қараңдар. Мен неге қорқып баратыр, мен неге халық емеспін ба? Тиіп атырмай үшін мынау деген. Мынаға тиіп атырмай үшін түсінбедім достар. Мынау жемен екен, не істесем екен мен деген. Достар, енді халықтың күші деген өте керемет екен. Өте күшті маған ұнап жатыр, давай, өлсе, мынау деген өлмейтін сияқты ғой. Достар. Достар, мен деген үлкейіп кеттім ғой, қараңдар. Мен деген мына жерде масқара үлкен, маған жақта үйлерден де өп үлкен ғой, айналам бәрі жап-жасылып кетті ғой, кәдімгідей. Базар жоқ, мен ғана өлтіріп тастадым, иде ғана өлтіріп тастадым ғой, короче. Мынау деген мына жақтан қайттан шыққаны қалай кетті, жаңа ғана өлтіріп тастаған сияқтымын ғой. Күші деген масқара екен достар. Базар жоқ, мына үлкен халықтың деген түкші деген масқара достар. Мен ауылды жарып жүрмесем болған ең бастысы. Базар жоқ. Мұны көмейді тағы, қараңдар достар, жерде тағы бір зат жүр.
Ете мынау деген көк көмбек обязательно достар мен дегенде компьютерға жазып кетіңдер сендер білсеңдер мен деген ал не екенін түсінбедім достар просто келе жатыр біздің ауылға неге мен халық болған кезде постоянно осындай билеттер шабуыл жасайды мен түсінбедім вообще мә мына достар мынаған түк болмайтын сияқты ғой кет давай одан мені кәдімгідей ұрып жатыр мынаған түк болмайтын сияқты бірақ мен деген базар жоқ өте тез ұрамын қараңдар енді давай мә мынау өлмейді мә мынау өлмейді ма достар өлтірдік зорға өлтірдік қой е-май ату деген жемен күшті екен мынау деген базар бірақ маған түк істей алмады достар мынандай халық болып жүрсек мә деген бізден ешкімнен қорықпайтын сияқтымыз ғой мынау аюда қазір үйінде емес сияқты ғой қайқайып қалғанын түсінбей қалдым аюды ше жарайды аю деген ұйықтаса ұйықтай берсін жүрсе жүре берсін енді мен қазір анау халық келем дегенше мен деген ана үйін сағып тастауым керек сосын мен деген осымен болатын сияқты нормально